Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің әріп айын әрпі. Айын. Тамақты сәл қинап шығарасыздар. Айын. Мысалға, фаилу деген, ағузу деген, біз ана Құран нелер оқығанда ағузу биллахи деп көбісі ағузу, ғойын емес, айын, ағузу деп айтылады. Яғни айын әрпі сөздің басында мына кішкене бөлігі жазылады сөздің басында. Міне. Бұл мысалға қазақша е әрпіне ұқсайды, е әрпіне. Е әрпіне келеді. Е әрпіне мысалы жазамыз ғой. Мына жерде бас жағы кішкентай болады. Сөздің басында келгенде осылай жазылады. Кішкене шалқаланып жазылады. Одан кейін әрі қарай сөздің ортасында қалай келеді? Сөздің ортасында сөздер жазылып келе жатып, осылай жібереміз. Ортасы және боялады. Сөздің соңында мына үстіңгі әрпі, мына әріптер жазылып, осылай жазылады. Айын әрпі. Бұл айын әрпі. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөз соңында. Бұл өте үлкен өзгеріске ұшырайды. Сондықтан есте сақтап алыңыздар. Сөздің басында, ортасында қалай келеді, соны есте сақтасаңыздар, ертең оқуға жеңіл болады. Енді мына айын мен айын әрпінің жанында ғойын әрпі тұр. Бұны ғайын деп айтса да болады, ғойын деп айтса да болады. Ғойын. Яғни ғойын әрпі дәл айын әрпі секілді, бірақ бұның үстінде нүктесі болады. Ғойын әрпі. Қазақша е секілді ғой, осылай жазылады. Сөздің басында осылай кетеді. Сөздің ортасында орап жібересіздер, дөңесті бүйтіп орап жібересіздер. Сонда айын, ғойын әріптер болады. Мынау тұрған нүктесіз айын, нүктемен ғойын болады. Нүктесіз айын. Міне жаңа алғашқы түсіндіргендей. Одан кейін сөз соңында міне өзі кетеді. Енді әрі қарай сөздерде қалай келеді, сіздерде естеріңізде жақсы сақталу үшін мен сөздермен үнемі осылай мысал келтіріп қоямын. Яғни мына сөздің мына жерде қалай келіп тұр? Айын әрпі сөздің басында, міне айттым, сөздің басында осылай келеді. Міне сөздің басында айын әрпі. Міне одан кейін тағы сөздің ортасында айын әрпі. Міне айын әрпі. Одан кейін сөздің соңында. Міне сөздің соңында айын әрпі. Одан кейін сөздің басында ғойын әрпі дәл айын әрпі секілді келеді. Міне мысалға үстінде нүктесі бар ғойын әрпі, сөздің ортасында ғойын әрпі. Міне сөз ортасында қалай келеді? Міне екі жақпен қосылып тұр. Сөз соңында міне жаңағы түсіндіргенімдей, мына жерде міне тура дәл осы секілді келіп тұр. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Жолдың үстінде қалай келеді? Жолда біз жазғанда қалай жазамыз? Көрініп тұр камерая. Міне енді қараңыздар, мына жерде айын әрпі сөздің басында мына толқыны ғана келеді, мына бөлігі ғана сөздің басында. Мына бөлігі сөздің астына кетеді, жолдың астына кетеді. Мына бөлігі жолдың үстінде. Ғойын әрпі дәл айын әрпі секілді, міне сөздің үстінде мына бөлігі нүктесі жазылады, мына бөлігі жолдың астында кетеді. Мына бөлігі жолдың үстінде кетеді. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі әріпке өтейік.